Тараз қаласының полиция басқармасына 57 жастағы ер адам жүгінді. Ол 21 жылдың маусым айында өзінің әкімшілік қызметкері ретінде таныстырған әйел адам пәтер сатып алуға көмектесу мақсатында алдау жолымен сеніміне кіріп, оның 1.850.000 теңге көлемінде ақшасын иемденіп кеткені туралы хабарлаған. Жедел іздестіру іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері осыған ұқсас 11 қылмыстық жасаған үшін облыс орталығының тергеу изоляторында қамауда отырған 46 жастағы жергілікті тұрғынды анықтады. Келтірілген залалдың жалпы көлемі шамамен 50 миллион теңгені құрайды. Ұсталған азаматша кінәсін толық мойындады. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.